Бәріңізге сәлем, құрметті қыз келіншектер. Бүгін біз вареники жасайтын боламыз. Ұнап жатса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Бірінші, біз суымызды құйып аламыз. Оған тұзымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан соң жұмыртқамызды алып қосамыз. Оны да жақсылап араластырып, ұнымызды қосатын боламыз. Ұнды шетінен қоса отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан соң, салафанға салып, 20 минутқа юы қанғанша қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша картопымыздың сыртын ашып, турап, газге қойып қоямыз, суға салып. Өзі пісе береді. Ал картопымызды қойғаннан соң, пиязымызды дайындаймыз. Оны ашып, майдалап турап, газге салатын боламыз. Турап болған соң, майымызды қыздырып алып, осы пиязымызды салып, қуырып қоямыз. Ал ол уақытта біз қамырымызды жаятын боламыз. Ал жайып болғаннан соң, міне, біздің уже картопымыз дайын, пиязымыз екеуін араластырып, кішкене сүт қосып, тұзын баптап, араластырып аламыз. Ал жайған қамырларымызды біз осылай домалақ қылып, кесіп аламыз да, осылай түйіп қоямыз. Негізі өте оңай тамақ, істегенге, жегенге де прям приятно болады, дәмі жақсы. Міне, осылай дайындап қойған подливымыз. Ал бәрін түйіп болған соң, осылай мантываркаға салып, пісіріп аламыз. Астарын